Баршаларыңызға сәлем. Бүгін өзіме қатты ұнаған, ең бастысы ашытқысыз, оңай, тез дайындалатын беляшидің рецептісімен бөлісетін боламын. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Бізге қажет ұн, айран, жұмыртқа, тұз, ас содасы, қант және сұйық май қажет болады. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды саламыз. Кейін оның үстінен қантымызды қосамыз. Ас содамызды саламыз. Тұзымызды саламыз. Сұйық майымызды құямыз. Және де айранымызды қосамыз. Айран жылы болуы қажет. Жақсылап барлығын венчиктің көмегімен араластырамыз. Кейін електен өткізілген ұнымызды салып, қамыр илейміз. Мен қамырды екіге бөліп жасадым. Ұнды екіге бөле отырып қосып, алдымен венчиктің көмегімен араластырып, кейін қолдың көмегімен қамыр иледім. Бізде жұмсақ, қолға қатты жабыспайтын, сондай әдемі қамыр болып шығады. Кейін иленген қамырды 5-10 минутқа тындырып қоямыз. Одан кейін 5-10 минут өткен соң қамырды алып, теңдей екі бөлікке бөлеміз. Екі бөлікке бөліп, және де көз мөлшерімен тағы да бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Бөлінген қамырларды аздап ұн себе отырып күлшелейміз. Жақсылап күлшелеп аламыз. Салмасына мен фарш және де жуа пайдаландым. Татымына қарай қара бұрыш және де тұз қосып, жақсылап араластырып дайындап аламыз. Ендігі кезекте қамырды алып, оқтаудың көмегімен жаямыз. Қатты жұқа қылдырып, немесе қатты қалың қылдырып жаймаймыз. Орташа көлемде жайып аламыз. Одан кейін бір ас қасықтан ортасына салмасын салып, жақсылап түйеміз. Жан жағы ашылып, ортасы ашылып кетпеу керек. Жақсылап қолдың көмегімен түйеміз. Барлығын осы видеодағыдай көріп тұрғандарыңыздай жасайсыздар. Одан кейін қолдың көмегімен ұн себе отырып, аздап осылай басып шығамыз. Немесе оқтаудың көмегімен жайып жіберсеңіздер де болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Барлығын осылай дайындап аламыз. Ең бастысы өте дәмді, тойымды, әрі тез дайындалады. Дәл видеода көріп тұрғандай, осылай түйіп, жақсылап жайып шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бізде беляштарымыз дайын. Осыны жақсылап қызған майда, орташа отта асықпай жақсылап пісіріп аламыз. Орташа отта пісірамыз. Егерде қатты отта пісірсаңыздар, беляштарыңыз ортасы шикі болып қалады. Көріп тұрғандарыңыздай, бізде беляши дайын. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер.